Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен аштығыдан, яғни закваска, өзіміз қолдан жасаған, дрожж салынбаған, без глютенсіз, адам ағзасына пайдалы осындай керемет күшті нан рецептімен бөлісемін. Қараңыздар, топ-томпақ әрі дәмді болып шығады. Менімен бірге пісіріп көріңіздер. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар закваска, яғни менің парақшамда алдыңғы видеоларда көрсеңіз болады, қалай дайындалу керек екен, және де нандардың рецепті бар, көрсеңіздер болады. Жылы су, тұз және де ұн керек болады. Басқа заттың қажеті жоқ. Онда бірінші қамырымызды илеп аламыз. Ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Жаңағы дайындап алған аштығымызды саламыз барлығына. Менде бұл аштығы алдыңғы видеоларда көрсеңіз болады. Бұл қалай істелінеді, қалай тамақтандырады, қанша күн холодильникте сақтаса болады, неше күн дайындаймыз, барлығын жазып өтіп видео рецепт шығарып қойғанмын. Сумен закваскамызды жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың барлығын сап аламыз. Осылай қолымызбен жаймендеп, қамырымыз біріккенше қамыр илеп аламыз. Бізде бұл нан өте пайдалы, семіртірмейді, ішінде зиянды нәрселер жоқ, бар жоғы 2 ғана заттан дайындалатын аштығы. Алдыңғы видеомда тұр, көрсеңіздер болады. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар. 2 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, қамырымызға жаңағы жақсылап илеп аламыз. Столымызға қамырымызды алып, осындай бізде беті жабысқақтау қамыр болады. Енді столымызға ұнымызды сеуіп, осылай біріккенше жұмсақ әдемі қамыр болғанға дейін илеп аламыз. Қолымыздағы қамырлардың барлығын түсіріп аламыз. Міне біз қамырымызды илеп алдық. Енді осы қамырды 2 сағатқа ыдысымызға салып, бетін жауып, жылы жерге 2 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін тағы да бір рет қайтарып қойсаңыздар болады. 2 сағатта біздің қамырымыз міне осылай әдемі күшті болып көтеріліп шығады. Қараңыздар, мен 1 сағаттан кейін тағы да бір рет қайтарып қойдым, және де 1 сағат тұрды. Сонда 2 сағатта біздің қамырымыз осындай керемет көтеріліп ашып шығады. Енді осы қамырымызды алып 2 зуалаға бөліп аламыз. 1 зуаласын мен холодильникке салып қойдым. Ертесі күні пісірем деп, біреуін сіздерге қазір пісіріп көрсетемін. Осы рецептімен бізде 2 штук нан шығады. Өте керемет, жұмсақ әрі дәмді. 2 зуалаға бөліп аламыз. Біреуін қазір пісіремін, біреуін алып қоямын. Холодильникке сақтасаңыздар болады. 2-3 күнге дейін керек кезде алып, свежий етіп пісіріп жей бересіздер. 20 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. Міне біздің 20 минутта қамырымыз тағы да осындай күшті керемет болып көтеріліп шығады. Енді осы видеода көргендеріңізді етіп, нанның формасына келтіріп, осылай зуала жасап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Листімізға пергамент қағазымызды төсеп, жасап алған нанымызды, қамырымызды үстіне қойып, тағы да жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Бізде тағы да көтеріліп әдемі болып шығады. Қамырымыз, міне қараңыздар, енді бетіне ұнды сеуіп пісіп жатқан кезде қазір бізде беті жарылып піседі. Сондықтан алдын ала өзіміз осылай пышақпен немесе лезвімен өтетін болу керек. Осылай бетін тіліп, узор беріп шығамыз. Піскен кезінде әрі сәнді болып көрінеді. Бетіні пышақпен кесіп алғаннан кейін тағы да 15-20 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. 15-20 минуттан кейін енді бетіне қызарып әдемі болып пісіп шығу үшін бетіне жұмыртқа жағамыз. Барлық жеріне бірдей етіп тегізіп жағыңыздар, сонда барлық жері бірдей қып-қызыл әдемі жылтырап әдемі болып шығады. Бетіне сәндеп күндетсеңіз, немесе пісте дәнектер сеусеңіздер болады. 200 градуста 30-35 минутта нанымызды пісіріп аламыз. Қараңыздар, біздің нанымыз қандай үлпілдек әрі жұмсақ, дәмді болып шығады. Осындай биік болып көтеріліп шығады. Қараңыздар. Енді сіздерге кесіп көрсетем, міндетті түрде 1 сағаттай суытасыздар, содан кейін барып кесесіздер. Неге десеңіздер, ыстық кезінде кессеңіздер, арасында қамыр сияқты болып әлі суымаған болады. Біздің нанымыз осындай керемет, іштері ажурный болып, күшті болып пісіп шығады, әрі дәмді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менде алдыңғы видеоларда заквасканың және де тоқаштың, басқа нандардың түрлерінің рецепттері бар. Осы аштықмен дайындалған. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецептлермен бөлісемін. Сіздермен бірге болған Зұлхұмар. Баршаңызға рахмет.